Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жанды су. Құндылық, дұрыс әрекет, қасиеттері, тазалық, қамқорлық, үнемділік. Сабақтың мақсаты дұрыс әрекет құндылығы, рухани адамгершілікке жетелейтіндігі туралы түсініктерін кеңейту. Көзіңізді жұмыңыз және бірнеше рет терең тыныстап, денеңізді босатыңыз. Бірнеше секундтан соң теңіз түбіне саяхат жасаймыз. Теңіз жағасымен келе жатқаныңызды елестетіңіз. Толқындардың жеңіл шалпылына, шағалалардың шуылына құлақ түріңіз. Жалаң аяқтарыңызбен құмды сезініңіз. Шалғайдан қара нүкте көріп тұрсыз. Ол жақындаған кезде дельфин екенін түсіндіңіз. Ол сізді теңіз түбіне алып кету үшін келді. Ол өте әдепті. Сізді шыдамдылықпен күтіп тұр. Жайлап оның арқасына отырып, жолға шығыңыз. Дельфиннің арқасында жайланып отыр. Су астында жүзу қандай керемет. Жан-жағыңызға қараңыз. Мұнда кемпір қосақ тәрізді арлы-берлі жарқырай қалқыған әсем балықтар қаншама. Теңіз түбіне бойлаған сайын айнала қалайша өзгереді. Суда тербелеген қаншама ғажайып балдырлар. Қараңызшы, қандай орасан зор балықтар. Су асты неткен қызықта әрі ғажап әлем. Сіз бір нәрсені байқадыңыз ба? Мұнда неткен тұңғиық толық тыныштық. Осы тыныштық күйде болыңыз. Ал қазір жоғарыға, өз әлеміңізге кері қайтуға дайындалыңыз. Айналаға жіті қараңыз. Ғажап түстерге тағы бір рет қараңыз. Және тыныштыққа құлақ тұрыңыз. Осындай тыныштық сізге самалдай әсер береді. Енді дельфин кері қарай жолға шықты. Сіз су бетіне шықтыңыз, жағаға жақындадыңыз. Дельфиннің арқасынан түсіңіз және осындай ғажап саяхатқа барған үшін ризашылық білдіріңіз. Бірнеше секундтан соң көзіңізді ашыңыз. Осы түйсінген тыныштықты өз бойыңызда сақтауға тырысыңыз. Сабағымыздың дәйек сөзі бұлақ көрсең көзін аш. Дәйек сөзді түсініп оқу арқылы жаттап алуға тырысыңыздар. Біздің дана халқымыз ешқашан бұлақ көзін жаппаған, керісінше сауапты істеп білген. Сондықтан бұлақ көрсең көзін аш деп өсиет қалдырған. Енді назарларыңа көз ата бұлағы аңыз әңгімесін ұсынамын. Ендеше аңыз әңгімені зейін қойып тыңдаймыз. Баяғы замандардың бірінде Қазығұрт тауын әрі әулие, әрі емші адам мекендепті. Ол емші болғанда көз ауруын ғана жазады екен. Сондықтан зағип болғандардың барлығы осы емшінің дақпыртын естіп, дертінен айығу үшін арнайы іздеп келіп емделіп жүріпті. Бір ғажабы, шын ниетімен емделуге келген сырқаттардың барлығы айығып кететін көрінеді. Жанары ашылып, жарық дүниенің келбетін көрген пенделер емшіге шексіз алғыстарын жаудырыпты. Өмір бар жерде өлім бар демекші, күндердің күнінде дәм-тұзы таусылған емші көз жұмады. Жақсылығы жалпақ дүниеге жайылған әулиені дүйім жұрт жиналып, Қазығұрттың баурайына жерлепті. Арада 40 күн өткенде әулие мазарының дәл жанынан жерді жарып бұлақ ағып шығады. Бір ғажабы, осы бұлақтың суынан ішіп, беті қолын жуған адам көз ауруынан құлан таза айығатын болыпты. Сөйтіп халық бұл бастауды көз атаның бұлағы деп атапты. Балалар, аңыз әңгіме сендерге ұнады ма? Енді мына сұрақтарға жауап берейік.
Қазығұрт тауының етегінде қандай адам өмір сүрген? Оған неліктен адамдар ағылып келетін болған? Әулие мазарының жанында қандай ғажап оқиға болды? Бастауды неліктен шипалы дейді? Өзің бұлақтай таза болу дегенді қалай түсінесің? Балалар, енді судың қандай қасиеті болатынын өздерің тәжірибе жасап біліп алыңдар. Ал қазір судың адам өміріндегі маңызы туралы бейнефильмді тамашалаңдар. Су тіршіліктің қайнар көзі. Онсыз ешбір ағза тіршілік ете алмайды. Ол тек адамға ғана емес, жан-жануарларға да, өсімдіктерге де, топыраққа да барлығына бірдей қажет. Сусыз сенің бірде-бір күнің өтпейді. Оны ішесің, онымен жуынасың, су үздіксіз айналымда жүреді. Және үнемі өзгеріске ұшырап жатады. Екінші шығармашылық тапсырмамыз Болат Үсенбаевтың «Су өмірдің өзегі» өлеңін оқып, судың пайдасы туралы кластер құрастырыңдар. Тәнім сумен құрамдас, судың ғажап киесі, сусыз өмір сүре алмас, бүкіл тірлік иесі. Өсімдігің, жәндігің, бақша мен бау шалғынның, сусындатып барлығын, су шешеді тағдырын. Су балықтың ғұмыры, суда оның қорегі, су тіршілік тұғыры, су өмірдің өзегі. Сәні болып құрлықтың, жерді гүлге бөледі, су болмаса тірліктің, кенезесі кебеді. Судың есте сақтау қабілеті бар. Жапон зерттеушісі Эмота Масару су құрамының өзгеретіндігін зерттеген. Екі бірдей ыдысқа су құйып, біреуіне жақсы, жағымды сөз, екіншісіне жаман, жағымсыз сөз айтқан. Сулардан түзілген кристалдарға қарағанда, жағымды сөз айтқан су кристалының өте әдемі, ал жағымсыз сөз айтқан судағы кристалдардың пішіні бүлінгендігі анықталған. Суды ішкен кезде адамның ойы, көңіл күйі жақсы болса, судың құрамы да жақсы болып өзгереді. Ал адамның ойы, көңіл күйі жаман болса, судың құрамы жаман болып өзгереді де, адамға жағымсыз әсер етеді. Сол себепті адамның ойы түзу, сөзі дұрыс, ісі де ойы мен сөзіне сәйкес болуы тиіс. Суды үнемдеу, қорғау, сақтау әрбір адамның парызы. Мәтінді түсінгеніміз бойынша, балалар, енді мынау кестені толтырайық. Сонымен сусыз тіршілік жоқ екенін ұғындық. Иә, балалар, сондықтан бұлақ, өзен, көлдерімізді қорғап, аялап, қамқор болып жүрсек, нұр үстіне нұр болар еді. Ал балалар, өздерің үйде суды үнемдей білуді үйреніңдер. Өйткені су тіршілік көзі. Балалар, үйге тапсырма, судың денсаулыққа пайдасы туралы эссе жазып келу. Бүгінгі сабағымызды Бота Бисенованың «Жау-жау жаңбыр» әнімен аяқтайық.